Leyli Mahaşkala. Amansınız ba? Россияның радиосының FM-ның Махашкала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9, Емхасавюрт бойынша 101 толқынында ана тіліміздегі сөйлесулерді басылаймыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Эфирда «Саз» деген музыкалық программа. Онда сіз, аяулы радио тыңдаушылар, Ноғай районының Сражин Батыров атындағы санят мектебінің оқушысы, Россиялық мектеп жазығы деген Саулай Россиялық фестивалінің лауреаты Келдімұрат Баршақаевтың яратушылық өнері ақында сөйлесуді есітерсіз. Микрофонда авыл хабаршымыз Сыйлыхан Юмагишеева. Әрбір инсан, әрбір ноғайым өзіміздің әдетлерін, тарихын, айтуларды, тақпақларды, бұрынғы хабарларды, йырларды, еліміздің язушыларын, шайырлерін есінде сақлау керекпіз. Ол біздің байлығымыз, естелігіміз, туған тіліміз, сосы байлықлармен өрленіп өмірлерге яшау керек. Ноғай болмас, домбырады білмесе. Лашын құс, сүгі құс, қанаты қысқа болса не болдау, не болдау. Домбыра деп естсек, есімізге тізіліп бұрынғыдан қалған әдетлер келеділер. Терме үйлер, киізлер, сарынлар, ойынлар. Домбыра бұрынғы заманнан әлгі заманды қоса таған жіпке ұсап, бәрі өмірлерді бір үйкөн байланда ыслайды. Келдімұрат әперім ясымыз, атасы Арсланбек ұлы Махмуд, анасы Али қызы Күмісхан ақ нызамларын Келдімұрат ұлына береділер. Келдімұрат орта төбі ауылында туып, орта мектебінде 7-ші класста білім алады. Кішкей класс оққан жылларында аң дерісін Бегәлі қызы Емісхан Жұмагишеева юрткен. Ол Келдімұраттың аңына ес беріп, оны түрлі шараларға қатнаспаға акететан еді. Соннан бері де Келдімұрат йырламаға бек сүйеді. Келеген едіп, көрпілдеген қары ерге түскен едіп, домбырымды аларман, өрек сазын шаларман, қайғырғанды шайпам. Домбырымды аларман, өрек сазын шаларман, қайғырғанды шайпам. Домбыра сазын ескен ата
Ісіне ес берген анайлар, ескеніне ой беріп, жүректерге сез беріп, көз жасы қызғанмастар. Ескеніне ой беріп, жүректерге сез беріп, көз жасы қызғанмастар. Hey, hey, домбырам. Hey, домбырам. Ноғайдың қайғы сансыз күнәні деп, батырлері қуамаған түнәні деп, жүректерін көтерген, соғыстарға күш берген, көпті көрген домбыра. Жүректерін көтерген, соғыстарға күш берген, көпті көрген домбыра. Атасы ем анасы Келдімұратты домбыра сазына үйренгенін сүйіп, 2020 жылда Сражин Батыров Атыл Саният мектебіне береділер. Сражин Батыров Атыл Саният мектебінің филиалы 2012 жылда ашылған. Таймасхан ұлы Яхия Құдайбердиев, Емшора ұлы Анвар Аджыбаев, Сағынбек ұлы Адилханмен жолығысып, Қарағаз ауылында сосы мектепті ашпаға деп тоқтасқанлар. Сол мектепте домбыра сазына үйретуге оқытушы болып Сағынбек ұлы Адилхан ішлейді. Сол саялы ол Келдімұраттың да оқытушысы. Келдімұрат бек өнерлі бала, талабы күшлі, өзі тербиялы, нызамлы. Маға домбыраға үйренем деп келген күннен баслап, Келдімұрат өзін бар яқтан да иге етіп көрсетті. Сүйіп үйрет дәріслерге, үйдегі істерін тиесілі кепті толтырып келеді. Домбыра ойнау сұлыбын бек тез алды. Әлі Келдімұрат 4-ші класста Саният мектебінде оқиды. Сол кесік заманның ішінде көп сынауларда қатынасты, жоғары үстінліктерге етті. Шүйірші дүниедегіне қонған ауылым менің, яслығымды әдөвлеген, туған өскен ерлерім, яслығымды әдөвлеген, туған өскен ерлерім, ата баба йортларым, сізді қайдан ұмытайын, бірге өскен теңлерім, шәбден иған ерлерім, адырларым, қырларым, ярияғалы суларым, адырларым, қырларым, ярияғалы суларым, суға барған соқпағым, сізді қайдан ұмытайын, сайламларым құшақлап, ал шешекке ұйғаным, тау басына yorғалып, тасқа тамға салғаным, тау басына yorғалып, тасқа тамға салғаным, қайтыс келмес яш шағым, сізді қайдан ұмытайын. Мен домбырада ойнасам, қанатланамын. Ноғайымның бұрынғы яшауларын көз алдыма әкелемін. Домбыраға мен сөйтіпті үйренгемін. Бұл алатсыз мен өзімнің яшауымды көрмеймін. Ешбір заманда авыстырмаз едім. Менің атамман анамға разылық айтпаға сүйемін. Үлкен разылық музыкадан оқытушым Емісхан Бигалиевнаға. Үлкен разылық оқытушым Адилхан Сағынбековичке. Ол мені домбыра сазына үйретіп, баслапқы бөлімлерге үйретті. Мен мектепті бітіріп, бұйырған болса, музыкалық училищеге түспеге ой етемін. Келдімұрат көп ерлерде, көп шараларда қатынас етеді. Ортатөбе ауылының орта мектебінде Келдімұратсыз ешбір шарада озбайды. Орта мектептің жетекшісі Бекмырза қызы Сәпиетті мектеп атынан Келдімұратқа бек көп сый грамоталарын сауғалаған.
Келдімұраттың алтындай аңын халқым той алмай тыңлайды. Мәметекей журналының бас редакторы Асан Айманов Келдімұратты қонақ етіп, Черкес қаласына шақырып алды. Келдімұрат Башакаев домбырада жүрек сызлатқан көп ноғай сазларды заңыратып, Черкес қаласының икон санасында йырлады. Сыйлы қонақ деп Асан Айманов Келдімұратты ақ жүрегінен барғыларман, грамоталарман сауғалады. Келдімұратқа мен ақ жүрегімнен икон үстімліктер yorayman. Денің сау болсын, жүрген соқпағың ашық болсын, кең болсын. Өнерің көп өмірлерге өрленсін. Саға өз ятлауымды бағыслайман. Ноғай ердің, туған жердің егіті, домбыра сазын шалып көңіл ашасың. Бұрынғыдың өмірлердің келбетін, сол йырларда ақ аңыңман айтасың. Талабыңды таңлай қағып хошлаймыз. Ел тарихын көтересің биікке, тек сенімен байрамларды тойлаймыз. Тек өнерің өрленсін өмірлерге. Келдімұрат игі атың аспанды, мұрат басқан ақ ниетпен ақлансың. Домбыра шалып жырланған жырларыңды бек өктемсіп ноғай халқың тыңласын. Оленіңді шөбінде сымаға туған ер ойыр қырын түсін мен өректесін туған ел. Емет ағы балаға бармас сүттен артығас, басқа елдің алтыны тасыңа да тең болмас. Туған елім, туған елім, ноғай ел. Туған елім, туған елім, ноғай ел. Саға қайғы келгенде қорқып қашсам, саға қайдай бетпен қарарман, айташ жұртым мен саға. Не дермен, не айтарман, сүттен берген анамға. Не дермен, не айтарман, маға сенген атамға. Туған елім, туған елім, ноғай ел. Туған елім, туған елім, ноғай ел. Туған елім құрылатып көріп егі тұнар ма, елің сенің таптаса артық қорлығы болар ма. Сенің үшін туған ел қараявды еңермен, керегі болса яланып янған отқа көрермен. Туған елім, туған елім, ноғай ел. Туған елім, туған елім, ноғай ел. Соныман бүгінгі сөйлеуіміз бітеді.